соның артынан 18 жыл бойы жүрдім. Сол проектке мен сендім, елдің бәрін сендіруге тырыстым. Сонда аяқ жағында мінекей қазір ғана жақын Алатау Сити деген құрылыс басталып жатыр. Сіздің басыңыздан өткен ең қиын жағдай қандай болды? Ең қиын сәт? 19 жылы Дубайға барып демалып жүрген кезде кішкентай бассейнге батып шетінеп кетті. Жаңа ғана бір неге жасамасқа деген бір сөзіңіз хит болып кетті ғой. Сол сәттерде өзіңізді қалай сезінесіз аға? Енді басында кішкене қатты ойлайтынмын, ойпырмай неге осынша маған жаңағы айтады ғой кезінде олимпиада чемпионы болып қазақтың намысын қорғаған неге осынша сонша сөздер айтылды маған қарсы деген сондай ой болды. Ал кейін бүйтіп ойлап қарасам адамның бәрі бірдей емес. Мынау Американың несінде ашық айтады да. Мысалы мен ақша үшін төбелесем, жаңағыдай. Мен сол өзімді бақытты сезінемін, сол үшін жұдырықтасам деген сияқты айтады. Бізде көбінесе енді сөзін ашық керек, мынау сұхбатымыз ашық болсын. Жасанды сөздерді қолданып кетеді да. Ой, атам екен жер үшін ана мынау деген сияқты. Енді ол да какой-то степени бар ғой сөзсіз. Василий Жиров сияқты неғып кәсіпқой рингке аяқ баспадыңыз? Прямо артымнан ұсыныстар түсіп, прямо артымнан былай жүрді. Әкем де, шешем де категорически қарсы болды. Категорически прямо, ой, бұрмай, біздер осы дәрежеге жеткеніңді көріп, әбден жаңа нервімізді таусып, көре алмай отырып, сөйтіп едік, енді сенің жаңағы Америкаға барып, жаңағы соғысқаныңды немесе жаңағы боксасқаныңды көріп, біздер қалай оны не қыламыз, көтереміз. Қиналып жеткен жеңісіңіз қайсысы болды? Бастан тиген удар, сол кезде мына бастан тиген удар былай қарай кетеді ғой, дың деп. Аяққа дейін, мына аяқтың нервілеріне кетеді. Сонда не болып кетті деген сияқты. Тізе бүгіліп кетсе болды, құлайсың. Сол кезде тізе бүгілмей қалды, мен тұрып қалдым. Не себепті боксты таңдадыңыз деген сияқты? Жақсылық Шүкемберов, Серік Қонақбаев, Шамил Серіков сияқты мықты азаматтар Қазақстаннан шықты. Сол кезде біздер боз бала, кішкентай балаларымыз 10-11 жастағы теледидардың алдынан шықпай қарап отырдық сол. Алматы қаласы маңы, Ташкент тракты 19/6 мекен жайында Айкен ана мешітінің қасында тура орналасқан Жетісай кафесі ауызашардан бастап үлкен астарға шейін қабылдайды. Бұл жердің самсасы ерекше дәмді, онда атап кету керек. Сондай-ақ пловтары, шашлықтары өте дәмді жасалады. Осы жерге келіп, кішігірім тойларыңызды, жиындарыңызды, астарыңызды, сондай-ақ міне ораза айы жақындап келе жатыр, ауызашарларыңызды өткізсеңіздер болады. Тамақтары дәмді, қызметтері өте мықты. Ассалаумағалейкум, құрметті жағың сынса да сағың сынбасын подкаст каналымыздың тұрақты көрермендері, жаңадан біздің подкастымызды көріп отырған көрермендер. Бүгін бізде подкастымыздың қонағы Қазақстанның біртуар азаматы, батыр ағамыз, олимпиада чемпионы Ермахан Ибрагимов ағамыз келіп отыр. Ермахан аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қош келдік. Алейкумассалам. Қалыңыз қалай? Жағдай сұрасудан бастайық. Аман есен, Құдайға шүкір жүріп жатырмыз ақырындап. Сол айтады ғой, жасөспірімдерге қазір солардың дамытуға, соларды жақсы ізге қоюға, орынға қою, сондай біз үлкен жұмыс атқарып жатырмыз. Қазір енді олимпиадалық даярлау орталығы дейді ғой, сол жерде қызмет жасап жатырмыз. Ермахан ағамыз қазақтың расымен біртуар батыры, Сидней олимпиадасының чемпионы. Енді Ермахан аға, сіздің кезіңізде сіздің жекпе-жектеріңізді көріп, мен де шаршаланға жалпы бокс әлеміне келген болатынмын. Өз басым сізді құрметтеймін. Сондықтан маған да сұхбат жүргізу, сізбен бір кумиріммен сұхбат жүргізу бір керемет шабыт береді. Өзімді керемет бақытты сезініп отырмын. Өйткені бір кездерде енді сіздерді тек қана ол кездерде қазіргідей телефон жоқ, теледидардан ғана көретінбіз. Черно-белый экран дейді ғой. Черно-белый экраннан көретінбіз. Енді міне қазір өзіңізбен сұхбат жүргізу маған бұйырып отыр екен. Сол біздің көпшілік көрермендерге жалпы сіздің кішігірім тарихыңыз қызық болар бәлкім. Сол жайлы айта кетсеңіз, қалай бокс әлеміне келдіңіз,
қай жерде туылдыңыз, өсіп өндіңіз, не себепті боксты таңдадыңыз деген сияқты. Енді бұл сұрақтар енді біраз қойылды, біраз жауап бердім, но дегенмен де өзіңнің көрермендеріңе айтады ғой. Шынында келгенде мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы, бұрынғы Луговой ауданы. Сол жерде дүниеге келгем 1972 жылы 1 январда. 1 январда дүниеге келдім. Енді көпшілікпен бірге өстік, өндік. Соңғы менің әке-шешем осы менің балаларым білімді болса екен, олар кішкене бір алғыр болса екен деген ойменен бізді Тараз қаласындағы Антон Семенович Макаренко атындағы мектеп-интернатқа берді. Ол мектеп-интернат негізі ауыл шаруашылығында жүрген адамдардың балаларына арналған арнайы мектеп-интернат еді. Сол жерге бардық, ол жерде білім, қалада білім қанша дегенмен ауылдағы білімнен қарағанда айырмашылығы бар ғой. Сондықтан да қалада білім алдым мен. 1 класстан бастап. Қалада оқыдыңыз? Тараз қаласында? Тараз қаласында оқыдым. 1 класстан бастап 8 классқа дейін мен Жамбыл облысы, қазірген Тараз қаласы. Негізі менің поколениямдағы адамдар Тараз деп Жамбыл деп айтады. Жамбыл деп айтады мысалы. Жамбыл қаласы, жамбылдықтармыз деген сияқты. Сондықтан мен Жамбыл қаласында айтылды ғой, 1 класстан бастап Антон Семенович Макаренко атындағы мектеп-интернатта оқыдым. Сіздің подкастыңызды қолданып Макаренко атындағы мектеп оқушыларына жалынды сәлем жолдап қоямын. Енді біраз адамдар көріп отқан шығар мені. Сол балалармен бірге өстік. 4 классқа келген кезде біздер өзің білесің, кезінде 1980 жылы Олимпиада ойындарында теледидардан көрдік. Жақсылық Шүкемберов, Серік Қонақбаев, Шамил Серіков сияқты мықты азаматтар Қазақстаннан шықты. Сол кезде біздер боз бала, кішкентай балаларымыз 10-11 жастағы теледидарының алдынан шықпай қарап отырдық сол ойындарын, Олимпиада ойындарында. 80 жыл. Өзі әлі боксқа бармағансыз? Ол кезде бармаған боксқа. Өзің білесің, Жақсылық Шүкемберов ағамыз алтын медаль алды, Серік Қонақбаев ағамыз күміс медаль алды, Шамил Серіков ағамыз алтын медаль алып, Қазақстан дүр сілкінді ғой. Сол кезде сол ағаларымызға мен де ұқсасам екен деген арман оты көкірегімде лаулап жанды. Сол моментте өзің білесің, мектеп-интернатқа технологический институттан Бақшар Қарсыбаев деген бапкер келіп жүрген балаларды жаттықтыруға. Сол кезде біздің Қызай апайымыз классқа кіріп келіп, кім бокспен айналысқысы келеді деп айтқан кезде, мен ауырып жатқаныма қарамай, ауырып отырғаныма қарамай, былай мен деп жаңағы атып тұрдым ғой. Мен енді ағаларыма көріп ағасыз жаңағы нені? Көріп ағам ғой, Олимпиададан көріп ағам. Бала арман, бала қиял. Қиял, арман отыр жанып тұр көкірегімде лаулап. Сөйтіп мектепке жаңа бокс залына бардық. Бокс залға барсақ, Бақшар Қарсыбаев ағамыз бізде қарап тұрып, "Ей, сендердің үстерінде триколарың қайда? Аяқтағы кеділерің қайда?" дейді. Біз енді шалбармен келіп тұрмыз. Соны айтады, "Трико, кеды алып келіңдер, сонда ғана рұқсат беремін. Қазір рұқсат жоқ сендерге. Бұрылыңдар да бара беріңдер" деді. Көрдіңіз бе? Сонымен қайтадан классқа бару үшін, мектепке бару үшін біз намыстандық, бізді қуып жіберді деп айтсақ, қыздардың бәрі күледі, ұлдардың бәрі күледі. Сондықтан не істейміз? Ал енді мектепті айналып жүгірейік. Жүгіріп, қара терге түскен кезде, терлеген кезде қайтадан классқа кіріп барамыз да, біз бокспен айналысып келдік деп өтірік айтып барамыз. Деп сөйтіп келісіп, 5-6 баламыз ғой, шығып кеткен. Сол 5-6 бала бәріміз жүгіріп, қара терге түскеннен кейін классқа кіріп бардық қой. Біз шұғылданып келдік деп. На самом деле, өзің білесің, ағайымыз бізді триконы алып келгенде сонда келесіңдер деп қуып жіберген негізі. Мінекей осылай менің өмірімде алғашқы бокс залына бару, алғашқы бокспенен шұғылдану осылай басталған. Кумирім Серік Қонақбаев және Жақсылық Шүкемберов ағаларымыз. Бәрекелді. Иә. Осы енді спортта жүріп, енді ең үлкен жетістігіңіз әрине ол Сидней Олимпиадасының чемпионы болу. Бұған дейін негізі бір өзіңізге мысалы Олимпиададан бөлек мысалы халық білмейтін бір ауыз толтырылып айтарлықтай бір қиналып жеткен жеңісіңіз қайсысы болды? Енді шынына келген кезде, енді бокс болғаннан кейін өзің бокспен айналыстың, білесің, әлем чемпионына дейін жеттің, кәсіби бокстың арасында. Шынына келген кезде бокста бір оңай кездесу болмайды ғой, өзің білесің, оңай кездесу болмайды. Бірақ енді айрықша бәрібір андай бір есте қалып кететін жекпе-жектер болады. Ерекше бір есте қалатын бір кездесу, ол
1995 жылы Рим қаласында Всемирные игры дейді. Среди военнослужащих дейді. Сол әскерлер арасында финалда Олег Кудинов деген менің қарсыласым болды. Бойы ұзын, украиндық боксшы, өте сабырлы, сондай дальний дистанцияда ойнайтын. Мінекей сонымен кездесу өте қиын болды. Финалда ойнап жатырмыз. Мысалға, финалда ойнап ату, Всемирные игры, ол әлем чемпионаты сияқты керемет өтті. Шынына келген кезде қатты бір удар жібердім. Енді өзім білесің ғой, удар жіберген кезде мына тура пешін емес, бастан тиген удар, сол кезде мына бастан тиген удар былай қарай кетеді ғой. Дың деп. Аяққа дейін, мына аяқтың нервілеріне кетеді. Сонда не болып кетті деген сияқты. Тізе бүгіліп кетсе болды, құлайсың. Сол кезде тізе бүгілмей қалды, мен тұрып қалдым. Көрдіңіз ба? Сондай моменттер болды, бірақ қараған жоқпын. Енді айтады ғой, қазақтың бойында қайсарлық мінез бар ғой. Сол мінез менде болса керек. Айтады ғой, берсе қолынан, бермесе жолынан деген сияқты. Алтын медальді алу керек қандай да. Егер мен сол финалда болмады? Финал болған. Сол моментте мен артқа қарай шегініп кетсем, маған алтын жоқ еді. Бірақ сондай қатты ударды, бір емес, екі сондай удар жібергенге қарамастан алға талпынған кезде төрешілердің бәрі сол көрді де, осы қазақ дегенде қайтпас қайсарлы мінез көрсетті. Осыған бақ берекші жеңісті деп, жаңа 7-де 7 болып тұрған ұпай санын маған плюсті қойды да, есімде ғой, бұрын сондай еді. Плюсті қойды да, активный болған үшін 7-де 7 есебімен мен жеңіске жеттім. Көрдіңіз ба? Бәрекелді. Сонда ойлаймын да, ойпырма, мен қандай осындай қиын ойын өткіздім деп. Тағы да бір моменттер болады ғой. Тренировка жасап жүрген кезде кросс дейді. Үлкен кроссты кезде жүгіресің. Жүгіріп баратқан кезде аяғыңдағы кроссовка аяғыңды қажай бастайды. Қажай бастайды. Соңғы ойлайсың, қазір мен тоқтап қалсам, менен ештеме шықпайды. Мен тоқтамауым керек. Қанша қажады ма? Қажаған қажасын мен до конца 20 километр жүгіріп өтуім керек деп, сол қажаған кроссовкамен мен жүгіріп өттім ғой. Мінекей, көрдіңіз бе? Сондай бір мінездер керек болады да. Менде қазір жалпы мынандай да, мысалы көп боксерларда көреді ғой, сіз біз боксер болғаннан кейін, сізде менде боксер болғаннан біздің сұхбатымызды боксерлар ерекше көреді деп ойлаймын. Әсіресе жас боксерлар. Қазір мысалы жас боксерларда мысалы жаңа молодежь кезінде әлі қалыптаспайды ғой характер, толыққанды қалыптаспайды. Мужикке өткеннен кейін барып уже толықтай, былайша айтқанда, сүйектерінде қатаяды, уже ақылда тоқтатасың. Былайша айтқанда, настройды сіз мысалы бойдың алында қалай ұстайтыныңыз? Өте дұрыс айтасың. Енді біздің психологиялық жанып кетпес үшін мысалы боксерлар үшін пайдалы болсын да бұл сұхбат. Біздің подкастта мен негізі сол мақсатты көздеп отырмын. Енді негізі бізді көбіне боксшылар көру керек. В принципе, единоборствомен айналысатын күресшілерде, дзюдоисттер бәрі көре берсе болады, себебі оларға алары көп болады осындайда. Жаңа мен айтып кеттім ғой, жаңа аяғын қажаған моменттер, соңғы жаңағы қиын сәттерде, удар жіберген моменттерде, тренировканың өзінде артқа шегінбеу керек. Айтады ғой, слабинка бермеу керек. Жаңа жанып кеттім деп атады ғой боксерлар бойға шығарда. Сол мысалы жанып кетпес үшін қандай технологияны қолданатыныңыз? Енді жанып кетпес үшін технология ол, білесің ба, сен қаншалықты жаттығу кезінде сен вкладывать еттің тренировкаға. Соған байланысты ол. Егер сен халям-балаймен жүрсең, сенің ойыңда сол халям-балайың есіңде тұрады. Мен ана жерде халям-балай жасадым, ана жерде халям-балай жасадым. Кішкене бір күйе бастайсың, жана бастайсың. Көрдіңіз ба? Сондай болмас үшін сен өз-өзіңнің алдында жауап беруің керексің. Мен же пахал, я же больше работал, чем тот. Я должен, значит, выиграть дейді ғой. Адам өз-өзін настрой жасайды сонда. Көрдіңіз, сонда жанбайды. Ана Майк Тайсонның айтқан сөзі бар ғой. Жекпе-жектің тағдыры жекпе-жекке дейін шешіліп қояды. Жекпе-жектің өзі оңай дейді да. Расымен, қиын моменттерде, сондай бір қатты моменттерде сен соны шыдай білуің керексің. Содан өткен жағдайда сен бойдың алдында өзіңді емін-еркін сезінесің. Настрой жасаған кезде мен жеңуім керек, мен жеңемін. Себебі мен одан қарағанда көп жаттығу жасадым, тренировка жасадым деп, адам емін еркін шығады да рингке. Мінекей,
настройдың өзі содан пайда болады. А сен ана айтады ғой, артың қуыс болса, ол бір қай жерде болмасын шыға келеді ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан мен балаларға айтам, сендер рингке шықпас бұрын жеңісті сендер тренировкада залда жасайсыңдар жеңісті. Сол үшін әр секундың, әр минутың сенің еңбекке толы болу керек. Еңбекке былай толы болу керек. Таңертеңгісін елдің бәрі ойлайды, ай, тренер қарап тұрған жоқ қой, мен кішкене ана жігітпенен әңгімелесіп, кішкене былай жүріп қайтайын. Ничего подобного. Соның өзі саған кедергі болады. Алдағы үлкен бойларда. Сен одан да өзіңді заставлять ете біл. Айтады, мысалы демалған кезде қалай демалатын едіңіздер? Мысалы енді ана релакс бәрібір миды мысалы демалдыру керек, кішкене жаңағындай бір нәрсені ойлай берсең де жаңып кетесің ғой. Дұрыс айтасың. Бір моментте айтады ғой, тек қана бақат деген ол да болмайды. Адам кішкене демала білуге де керек. Демала білу керек. Демалғанда көбіне енді біздер сол моменттерде бір айтады ғой, табиғатқа шығып, оны да демалысты да приятность, полезный. Сен өзіңе пайдалы жағын іздеуің керексің. Енді мен демалып отыр екен деп диванның үстінде жатып алып жатқанда болмайды. Сен белсенді демалуың керексің. Активный отдых дейді. Мысалы бала шағаңды алып, жаңағы кішкентайларыңды қолынан жетектеп, я болмаса олар жүргізіп келмей жатса, иығыңа лақтырып тастаса да жай жүріп қайт. Ол да саған бір пайдасын әкеледі. Сондықтан да демала да білу керек. Енді демалған осы екен деп жаңа беш бармақты жеп, қуырдақты ұрып, қымызды ішіп, салмақ көтеріп жіберуге де болмайды. Енді бір сөзім айтқан кезде бұл деген чемпион болу, айтады ғой, мыңнан өзің білесің, мыңнан миллиондаған бір адамдардың қолынан ғана келеді. Қалғандар, мысалы, сборныйда қанша адам жүр, бәрі чемпион бола алмайды. Сондықтан да. Аға, мысалы сіз чемпион болдыңыз, олимпиада чемпионы болдыңыз. Сіздердің кездеріңізде кәсіпқой бокста бізде Қазақстанда қатты бір не болмай тұрды ғой, бірақ дегенмен сіздердің алдыңызда премьер ретінде Василий Жиров болды. Василий Жиров сияқты неғып кәсіпқой рингке аяқ баспадыңыз? Негізі осы сұрақты жиі қояды. Енді менің де айтады ғой, барғым келді. Кәсіби боксқа мен де барғым келеді. Себебі ана Америкадан, болмаса жаңағы Англиядан, Австралиядан прям артынан ұсыныстар түсіп, прям артынан былай жүрді. Сенің боксың сондай профессиональный бокс, егер сен профессионалға барсаң, буквально бір жылдан кейін әлем чемпионы боласың дегендей, сондай ұсыныстар тастап артынан жүрді. Мен барайын дегенде ой болды. Барайын деп жүрген соң сөйтіп, енді қанша дегенмен біздің әке шешем бар еді, жасы жеткен кәрі еді демекші, ол кісілердің ақылдасамыз ғой енді бәрі. Сол кезде айтамын, міне осындай кәсіби боксқа маған ұсыныс беріп жатыр, Америка жаққа барып қайтайын, немесе жаңа Австралия жаққа барып қайтайын деп сөйтіп айтқан кезде мен әкем де, шешем де категорически қарсы болды. Категорически прямо, ой, бұрмай, біздер осы дәрежеге жеткеніңді көріп, әбден жаңа нервімізді таусып, көре алмай отырып, сөйтіп едік, енді сенің жаңа Америкаға барып, жаңа соғысқаныңды, немесе жаңа боксасқаныңды көріп, біздер қалай оны не қыламыз, көтереміз. Біздердің нервіміз пределде тұр, біздер оны көре алмай, осы абыройың жеткілікті, осымен қояқ қой деді. Жасың 28-ге келді. Ол кезде мен 28-де болғам. Бірден қоя салдыңыз ба? Или ауыр болды ма қойып кету? Бірден қойып кету ауыр болды. Тағы да ойнағым келді, тағы да айналысқым. Ана жарысқа кетіп баратқандарды көрсеңіз, ойлайсыз. Бірақ сіздің бірден бапкерлікке кірісіп кеттіңіз, Жоқ, мен тағы да көрдім. Ойнайын деп көрдім, олимпиададан кейін. Ойнайын деп көріп, талпынып едім. Үлкен нагрузкаларда суставтар шыдамады. Одан кейін сіз әкеңіздің, әке-шешеңіздің айтқан уже миыңызда тұр ғой. Мынау тұр ғой, тұр. Сол тұр, содан кейін қойғанда дұрыс шығар. Айтады, осындай бір үлкен биіктікте уйти с ринга непобедимым дегенде бір бар ғой сондай. Соңғы ойладым, бұлай ойладым, соңғы ойладым, менің уақытым келген екен ғой. Менің уақытым жетті. 28, енді өзім білесің, 10 жасымнан бастап айналыстым. Сборная СССР-да жүрдік. Одан кейін егеменді Қазақстанда жүрдік. Сол 95 жылдан бастап 2000 жылға дейін шаршайсың. Енді оңай емес қой. Оңай емес.
қазіргі де жігіттер айналысып жатыр ғой, соларға қараймын да, жігіттер, Аллах сендерге сабыр берсін, Аллах сендерге жігер, күш берсін, күш негізі қуат ағасы берсін мен деп. қазір ше мысалы енді мен әзір сағынамын да ағаша. Мен де соңғы жекпе-жекте білесіз ауыр жағдай болды. Енді мен өзіңнің орала алмастай. өзіңнің де бокс қойып кеткенің жақын қанша жыл болды? Мен енді қойғанда официально қойдым деп айтпадым ағаша. Әлі айтпадым да, бірақ енді біраз болды ғой шықпағаныма. Жалпы андай бүйтіп мынау негізі бұның мен сырын түсіндім да, бұның қазір ғылыми түрде зерттеп, жалпы спортты тастап кеткендер неғып қайта орала береді, неғып тастап кеткеннен кейін былайша айтқанда тентіреп кететіндер көп қой. Өйткені спортты мысалы сен өміріңді арнайсың ғой осыған, спорт саласында қызмет ұсынылса бәлкім істерсің. Ұсынылмаса сен ешнәрсе істемейсің, андай. Ал мынау жеңіске жеткен кезде победный чувство дейді ғой, эндорфин деген гормон бөлінеді екен адам ағзасынан. Дофамин деген бар, гормон счастья. Эндорфин деген ол енді пигі да ол. Ол короче 3-4 күн ұйықтай алмайсың, ол кәдімгі қарапайым. Қуаныштан ба? Қуаныштан, наркотиктан пәленбай есе ғана кайфы мықты екен да. Сол мысалы өзіңізде болды ғой енді, олимпиададан ұтқаннан кейін 1 апта ұйықтамаған шығарсыз, наверное. Біз мысалы жекпе-жектерден кейін жеңіске жеткеннен кейін 2-3 күн ұшып келесің, Америкадан жан-жақта ұшып келесің. Бірақ ғана қуаныш деген анда шақырат барасың, мында шақырат барасың. Кәдімгідей андай энергия деген тасып тұрады ғой. Сол эндорфин деген гормон үшін негізі адам жұдырықтасады екен. Енді бізде кішкене қоғамда мынау Американың несінде ашық айтады да. Мысалы мен ақша үшін төбелесем, жаңағыдай. Мен сол өзімді бақытты сезінемін, сол үшін жұдырықтасам деген сияқты айтады. Бізде көбінесе енді сөзін ашық керек, мынау сұхбатымыз ашық болсын. Жасанды сөздерді қолданып кетеді да. Ой, атам екен, жер үшін ана мынау деген сияқты. Енді ол да какой-то степени бар ғой сөзсіз. Өз елінің туын түсіргің келмейді, ол анау шетелге шыққан кезде қазақпын деген кезде ана рух көтеріледі, ол бәрібір өзінің септігін береді. Бірақ негізгі өзің үшін ғой негізі. Адам өзінің жолын ашады, өзінің жаңағы гормон счастье алады. Негізі солға қаяр, сіз енді негізі дұрыс айтасың. Енді біздер кішкене ана ертерек Совет одағының тәрбиесін көріп қалған адамдармыз ғой біздер. Мен де сол тәрбиемен өстім ағаша. Енді алғашқы кездерде енді сөз жоқ. Ойлайсыз енді сүңген 2000 жыл, 96 жылғы ең алғашқы олимпиада болып жатқан кезде естисіз ғой енді. Мемлекет мысалға бірінші орын алған спортшыларға $100,000 сыйақы тағайындалды деген. Көрдіңіз ба? Оның мотивация. Мотивация адамға, мотивация. Ойпырмай, біз чемпион болсақ осындай қаржы атады дегенбіз ғой. Бұрын бәрі босқа емес екен ғой деген сондай. Ол да бір адамға мотивация береді. Ол да бір адамның алға ұмтылуына себеп болады. Енді патриоттық сезім бар, сөз жоқ. Туған туысқандардың алдында жауапкершілік бар, мемлекеттің алдында жауапкершілік бар. Бәрі бүткіл қазақ елі саған қарап отыр. Ой, Ермаханды жібердік деп бүткіл Қазақстан гу әңгіме. Оның бәрі жүк қой. Оның бәрі жүк. Оның бәрі жауапкершілік жүктейді. Соңғы ана жаққа барып бір жерде құлап жатсаң, ол деген елдің бәрі қолын бір сілтейді ғой. Соңғы олимпиада ойындары 96, 2000 жылғы 2 олимпиада ойындарында команданың капитаны ту ұстаушысы болып шықтым ғой. Ол сіздікі әдемі болды ше. Тағы да жүктейді сізге. Сондықтан жауапкершілік айтады ғой, үлкен болғаннан кейін жаңа өзің мысалы тымақпенен киіп жаңа шапаныңды түлкінің терісін мойныңа іліп сөйтіп шыққан кезде бүткіл қазақтың аманатын арқалап шықтың рингке. Міне сол сияқты. Негізі енді мен осы құрметті көрермендерге енді неше түрлі комментариялар жазады ғой астына. Бірақ мен бір нәрсе айтайын. Ермахан ағамыз не айтса да жарасады негізі ше. Енді расымен нағыз қазақтың батыры ғой. Енді ойлаңыздаршы, туды арқалап барып, қазақтың туын жерге түсірмей, алтын алып елге туды Нұрсұлтан Назарбаев атамызға аман-есен табыстады. Енді бұндай тарихта өте сирек кездеседі аға, расымен негізі ше. Осы күнге дейін практически қазір енді мысалы енді ағамны біраз сіз туралы жаман нәрселерде видеолар тарап жүр ғой енді. Көпшілік біледі ғой. Комментарий береді. Комментарий жазады, неше түрлі жаңа приколдар шығарады.
жаңа ғана бір неге жасамасқа деген бір сөзіңіз хит болып кетті ғой. Иә. Оның да бір пайдасы тиген шығар бәлкім. Бірақ енді сол мысалы сол сәттерде өзіңізді қалай сезінесіз аға? Негізі айтады ғой, үлкен тойлар болып жатады. Сол кезде неге соны жасамасқа деген сөз шығарады. Осы сөздің авторы кім дейді? Сол кезде тойда отырған адамдардың бәрі мен білем деп қолдарын көтереді мысалы. Енді бәрі біледі. Оны Ермахан Ибраимов айтты дейді. Сөз жоқ. Ол өзіміздің сіз жоқ тойларда да істейді оны. Иә, Аралбай қазір депутат, мәжіліс депутаты, бұрын не болды, журналист болды. Сол кісімен сұхбаттасқан кезде біраз әңгіме болып қалды арамызда. Сол кезде ол кісі маған сұрақ қойды. Осы қалай ойлайсыз, жаңа алдағы уақыттарда медицина саласында, білім саласында жүрген азаматтардың жалақысы қалай болу керек деген кезде мен сол кезде айтқам, мысалы, олардың жалақысы неге біз $2000, $3000 көтермеске, неге соны жасамасқа деп айтқаным бар. Неге жасамайды деді? Иә, неге жасамайды? Соны жасау керек деген кезде, енді айтады ғой, блогерлер бар, тағы да басқа азаматтар бар. Соны жасамасқаны іліп алды да, соны бірнеше рет қайталап. Енді оған мен өкпелемеймін. Мүмкін заманның ағымы. Сол сәтте қалай болды? Мысалы, басында былай хит бола бастадыңыз ғой, енді өзіңіз байқай бастадыңыз. Мен Инстаграмды қателеспесем, сіз жақында ғана аштыңыз. Иә? Жақында ғана аштым. Жақында, мен өткен бұрын істеп болмайтын. Қазір жүргізіп жүрсіз былай. Басында былай көріп жүрген кезде, мен пендеміз ғой, ет пен сүйектен жаралған. Қанша батыр болсаң да, бәрібір жанға батады да ол нәрсе. Сізге қалай? Енді басында кішкене қатты ойлайтым, ойпырмай, неге осынша маған жаңағы айтады ғой, кезінде олимпиада чемпионы болып, қазақтың намысын қорғаған, неге сонша сөздер айтылды маған қарсы деген сондай ой болды. Ал кейін бүйтіп ойлап қарасам, адамның бәрі бірдей емес. Біреу жақсы сөйлейді, біреу басқаша сөйлейді, біреу былай сөйлейді. Сондықтан оның қайсысы біріне... Одан ғана бір площадьқа шыққаныңызды да бір не қылды ғой? Иә, соны да айтып... Сонында сол сұрады да, Нартай. Соны да жазды, Нартай оны да сұрады. Мысалы, о жерде де мысалға айтып отырды, жаңа сен халыққа қарсы шықтың, мен халыққа қарсы шыққан жоқпын. О жерде жаңа белгілі бір оппозиция ұйымдасқан теріс мінезді халықтың арасында тыныштықты бұзатын адамдар, мысалы, топтасып алып, революция жасау керек, анау үйту керек, бүйту керек деп жатқан кезде мен оларды сабырға шақырдым. Соны жаңағы кімдер, жаңа Жанболат дей ма, солар өзіне әрекетіне пайдаланып кетті де, мені теріс жағына қарай шығарып жіберді. Негізі мен халыққа қарсы шыққан жағдайым жоқ. Мен халықтың мүддесі үшін жүрген азаматпын. Халықтың арасында тыныштық болса екен деп жүрген азаматпын. Соны жаңа Жанболат мамилар қолданып, басқаша пайдаланып кетті. Енді олардың да бір артында жүрген азаматтар бар шығар, соның арттарынан. Енді оларға мен ешқандай қарсылығым жоқ. Аман есен болсын, жүрсін. Бірақ менің сондағы көздеген мақсатым тыныштық, адамдар бір-бірімен сыйластық, Қазақстан дамысын, мықты дамысын деген ниетім болды. Басқа ешқандай арым ойым жоқ. Расымен аға, енді Ермахан ағамыздың ешбір арамдығы мен өз басым осы уақытқа шейін көрген жоқпын. Бұрыннан араласамыз ағамызбен. Аузын аша жүрегі көрінетін азамат қой, расымен. Рахмет. Өтірік бір мақтағаным емес, расымен ағамызды жалпы бұл сұхбаттың сыртында да кездескен кезде мен үнемі жақсы пікір айтып жүрем. Өйткені жаңағындай ерлігін, оны мықты болсаңдар қайталап көріңдер. Жаман комментарий жазатындар, мықты болсаңдар қайталап көріңдер. Тек қана құрмет, ол туды ұстап шығу, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Жалпы аға, біздің подкастымыз жағың сынса да сағың сынбасын деп аталады. Подкаст мотивациялық бағытта, мысалы, қазір біздің көрермендер тек қана боксерлар ғана көрмейді. Сондай-ақ қарапайым азаматтар, басқа кәсіпте жүрген азаматтар, жасы бар, кішісі бар, көбінесе мен орта жастағылар көреді екен менің подкастымды. Енді өмірде әртүрлі сынақтар болады. Өзіңіздің басыңыздан да талай өткен шығар. Сол келген қонақтардың бәріне бір сұрақ қоямын. Сіздің басыңыздан өткен ең қиын жағдай қандай болды? Ең қиын сәт. Ол сәттен қалай шықтыңыз? Кімдер көмектесті деген сияқты осындай сұрақ. Енді әр адамның өмірінде айтады ғой, қиын сәттер болады. Менің бір енді подкаст болғаннан кейін мен көп жерде бұл туралы айта бермеймін.
шынына келгенде. Бірақ өзің енді бауырымсың, сенің подкастында соны айтсам деймін да, осы жақында 19 жылы Дубайға барып демалып жүрген кезде кішкентай бассейнге батып сөйтіп шетінеп кетті. Сол бір 15 күндей Дубайда жаңағы не дейді ғой, искусственный аппаратта жатты. Содан кейін енді ол жердегі врачтар айтады да, біз аппаратты өшіруіміз керек. Баладан ешқандай не жоқ, жаңағы шанс жоқ, уже мозг неғып кеткен, өліп қалған. Сондықтан тек қана жүрегі ғана істеп тұр. Ешқандай әрекет жасай алмаймыз, аппаратты өшіруіміз керек дейді. Соны мен айтамын, сендер қалай өшіресіңдер? Сендер өшіре алмайсыңдар. Бұл егер осы Дубайдың азаматы болса, өшіруге айтады, ал бұл Қазақстанның азаматы. Пока мен рұқсат бермейінше, немесе жаңа мамасы рұқсат бермейінше, бұл нені өшіре алмайсыңдар, аппаратты деп сендіріп, соңғы Қазақстаннан ол кезде министр здравоохранения бауырымызға хабарласып, арнайы самолетпенен ұшып келіп, аппаратпенен жалғап, сөйтіп Қазақстанға алып кеттік. Қазақстанда алып кеп, Серік Ақшолақов нейрохирург бауырымызға көрсетіп, сөйтіп, бірақ ол кісі де айтты, енді мынандай жағдай, енді ол қиын деп. Бір сөзбен айтқан кезде 20 күннен асқан уақытта балам жүрегі тоқтады. Сол бір қатты қиын сәттерде жеңгең екеуміз бір-бірімізге қолдау көрсеттік, бір-бірімізде айтады ғой, қолдап, бір-бірімізге поддержка болып, сөйтіп соның арқасында шықтық. Бірақ Алла тағала бізге сонда қиын сәттен өткен, жақсы өткен білдірсе керек, тағы да Алла тағала бізге бір кішкентай қызды подарить етті. Сөйтіп артынан бір кішкентай қызымыз туды. Айару деген өсіп жатыр, 5-ке келді, қазір садикке барады. Сондықтан кішкене айтады ғой, бір жұбату болып қалды. Сондай бір қиын сәттерді басымыздан кешірдік. Оны мен ешқандай жерде айтпаған едім, бірақ өзімнің осы подкастқа келгенде бір өзім бауырымсың ғой, бокспен айналысқанбыз, бірге айналысқанбыз, сондықтан осы подкастта сенімен сол әңгімені бөлісіп отырмын. Ол енді ондай жағдай ешкімнің басына бермей ақ қойсын. Ешкімнің басына бермей ақ қойсын. Жалпы мысалы енді адамдар жаңағы енді бағанада айтып жатсыз ғой, жаңағы аяғың кросс шығып жүрген кезде аяғың ойылып кетеді, соның бәріне шыдайтын едік деп. Ол енді ол бір мелкий қиындықтар ғой, бұның қасында салыстырған кезде. Бірақ енді әркім өз деңгейінде, Аллах тағала әркімге өз деңгейінде сынақ береді ғой. Бірақ кейбір азаматтар, мысалы өзімнің басымнан да бірталай қиыншылықтар өтті. Мына спорттан кейін қазір мысалы адам өз-өзін тауып кету қиын. Кәсіпке барасың, ұрынасың, анаған барасың, бүйтесің, сөйтесің. Енді ол рас та, бірақ сөзсіз. Бірақ анау спорттың берген тәрбиесі, жаңағы табандылық не жаңағы, ол бәрібір өзінікін бермейді да, соңына шейін айқасасың деген сияқты. Дегенмен спортпен айналыспайтындар бар, спортпен айналысып жүрсе қиналып жүргендер бар. Соларға қандай ақыл кеңес айтасыз жалпы, өмірде сынып қалмас үшін? Өмірде енді шынына келгенде біздің енді әңгімелесіп отырған әңгімеміз біреулерге айтады ғой, действовать етеді, біреулерге сабақ алады біздің әңгімемізден, біреулер сабақ алмайды. Дегенмен де мен айтарым да, мына 1000 адам көрсе ағаш, мысалы 1000 адам көрсе соның 10-ы пайдаланса соның өзі 1000 адамның арасында бір 10-ы біреу дейікші, біреуіне біздер көмектескен болсақ, біздер көп нәрсе істеген болармыз. Сондықтан да мен айтарым, өмірде оңай емес. Өмір деген ол берілің деген сондай қиын жол. Сондықтан да бұл қиындыққа мойынып төмен қарай кетіп қалған адамдарды да көріп жүрміз. Сондықтан мен айтамын да, спортшыларға айтамын, өмірдегі жастарға айтамын, екі-ақ жол бар. Екі-ақ жол бар. Өмірден айтады ғой, биік шыңға көтерілетін екі-ақ жол бар. Оның біріншісі еңбек болса, екіншісі білім. Тек қана екі жол ғана. Жастарға айтамын мен көбіне. Айтамын, ешқандай басқа жол жоқ. Әкең, көкең, жәкең саған көмектесе алмайды. Тек өзіңді жаңағы еңбегің арқылы, білімің арқылы, осы екі жол арқылы үлкен жетістікке жетесің. Мысалға қазір талай адамдарды мен мысалға келтіремін. Мысалға бизнес саласында Бауыржан Оспанов ағамыз, мысалға қандай еңбектің арқасында, білімнің арқасында көтерілді.
Я болмаса Геннадий Головкин мысалы қандай қиын моменттерден өтті еңбектің арқасында. Немесе жаңағы айтайық өзің мысалға қандай моменттерде мысалға сен салмағың полутяжелый вес ол жерде ұрған кезде ойпырмай жанын шығарып жібереді ұрған кезде. Содан кейін ана кәсіби перчатканы білемін ғой, ол деген жағым сынып кеткен бала бойда. Анау 4-ші бойымда жағым сынып кетіп сынған жақпен сынған жақпенен немесе жаңа қолыңды да құртып аласың, сындырып аласың. Соның бәріне шыдап мысалға өзіңде чемпион болып келдің мысалға. Мінекей осындай моменттердің бәріне мен айтам, жігіттер, оңай жол жоқ. Үлкен жолға биіктікке көтерілгенде бірінші еңбектің арқасы, екінші білімнің арқасында. Енді айтады ғой, біздер бәріміз спортшы болғым немесе жаңағы кәсіппен емес, медицина саласында дамытайық, білім саласында дамытайық. Көп қой саланың бәрі, көп. Әр нәрсе, әр адам өзінің саласындағы жіліктің майын ішсе, соның түбіне жетіп, үлкен жетістікке жетсе, сол мұратқа жетеді. Фанат дейсіз ғой, фанат своего дела. Фанат болу үшін қалай фанат болу керек? Қарапайым қағида. Қарапайым қағида, фанат болу үшін өзінің жұмысыңа оставаться до конца верным дейді ғой, өз жұмысыңа. Мысалы, кейде мысалы мен өзім ағаш, енді өзімнің спорт залымда 2002 жылы бокс бастадым да. 2012 жылы бокстың смыслын түсіндім да. Мен оған дейінде мен 10 жыл мен бокспен айналысып жүрдім. Мен ұтылып жүрдім, жетістіктерге жетіп жүрдім, Қазақстан чемпионатында призер, финалист болып жүрдім. Бірақ 2012 жылы мен кәдімгідей не үшін мен бокстасып жүрмін, соны түсіндім ғой. Смыслын. Мысалға, бұрынғы ойнаған ойындарының бәрі бір баланың ойыны сияқты. Сондай. Ерке баланың ойыны. Ерке баланың ойыны сияқты көрінді. Міне, тура адам деген ерте ме кеш пе соған жету үшін ол мысалға орысшаға сөзіңіз аузыңызда одержимый деген сөз бар ғой, одержимый. Андай кәдімгідей бүкіл жатсаң тұрсаң соны ойлайсың ше, сондай болдым ғой ағаш. Осындай жетістікке жету үшін сондай болдым да, бүкіл арман мақсат. Ал егер ондай болмасаң, жетістікке жетпес едің. Сондай болғанның арқасында ғана адам үлкен жетістікке жетеді. Адам сол жұмыспенен ауыру керек. Мысалға, мықты бизнесмен бар. Юрий Андреевич Цқай, Серік Қонақбаев ағамыздың тренері. Мысалға айтады да, 18 жыл бойы бір проекттің артынан жүрдім дейді. Кейбіреулер даже маған қаратты күлді дейді. Ты что, это гиблое дело, қой, таста оны деп. Бірақ мен түсіндім дейді да, осының ақыры бір мұратқа жететінін түсіндім деді. Соның артынан 18 жыл бойы жүрдім. Сол проектіге мен сендім, елдің бәрін сендіруге тырыстым. Сонда аяқ жағында қазір ғана жақын Алатау Сити деген құрылыс басталып жатыр. Көрдіңіз ба? Қандай еңбек мысалға. Я болмаса қазір біздерде мысалға бір проекттің артынан қазір жүрміз. Біздер оған сенеміз. Сол Қазақстанға керек екен, солай болу керек екен. Жан жағымыздағы адамдарды сендіріп жүрміз. Болашақта бәлкім біздің де проект іске асады. Біз соған сенеміз, проекттің жүзеге асатынын. Сондықтан әр адам өзінің ой мақсаттары бар. Соның артынан айтады ғой, оставаться верным и идти до конца дейді ғой. Аяғына дейін бару керек. Айтады ғой, бір рет пробовать еттің, не получилось, кетіп қалдың. Екінші рет көрдің, не получилось, кетіп қалдың. Үшіншісінде болды, болмады, кетіп қалдың да, сол ойды кетіп қалдың. Жоқ, болмайды. Тағы да көрсең. Тағы да 10-20 рет көр. Көрдіңіз ба? Мінекей. Бір американский мотиватор бар, рекордсмен өзі, турникке 6000 рет тартылған ба, бір пәле, рекордсмен өзі, марафонский бектер жүгіреді, Дэвид Гоггинс деген, бір негр ғой. В общем, сол айтады да, если у тебя не получается, попробуй еще раз дейді. Если снова не получится, попробуй еще раз дейді. Пока пробуй, пока не получится дейді. Дұрыс айтасыз. Уже басқа вариант жоқ дейді. Басқа вариант жоқ. Анау кімнің Арнольд Шварценеггердің де бір айтқан сөзін алған еді. Менде дейді да, жаңағындай неден чемпион болды, пауэрлифтингтен чемпион болды, потом жаңағы денесін көрсететін жаңағы неді. Сондайдан культуризм.
мистер вселенный ма бір нәрсе Вселенная, сондай мистер болды ғой. Вселенная. Сол айтады да, менде никогда запасной вариант болған жоқ дейді да, ешқандай неде планда запасной вариант болған жоқ дейді. Егер жетістікке жеткілерің келсе запасной вариант болмасын дейді да. Өйткені запасной вариант болса, мысалы мен егер чемпион болмайтын болсам, онда мен мына жұмыс істей саламын деп ойлайтын болсаң, уже сенің миыңдағы энергияң мына жаққа кетіп қалады. Дұрыс айтасың. Мына жаққа уже былайша айтқанда жей береді дейді да, мына сенің күшіңді. А сен бүкіл күшіңді анаған салсаң, менде басқа задний жоқ, болды, мынау болмаса болмайды ешнәрсе деген сияқты. Сонда результат болады дейді да. Рас. Сонда ғана адам жетістікке жетеді. Жетеді. Үлкен жетістікке жетеді. Сонда бәрі сый құрметпен қарайды. Мінекей, мына адам үлкен жетістікке жетті, осыдан үлгі ал деп көптеген адамдардың кумирі боласың да, бір сөзбен айтқанда, кумир. Дұрыс айтасың. Откуда рождаются кумиры? Вот с таких ситуаций рождается. Ермахан аға келіп, осылай ашық жарқын сұхбат бергеніңізге Алла тағала разы болсын. Керемет сұхбат, пайдалы сұхбат бердік деп ойлаймын. Түсінген адам үшін өте пайдалы сұхбат бердік. Біздің оқырмандарға, біздің осы подкастты көріп отырған азаматтарға бір-екі ауыз тілегіңіз болса. Енді мінекей Айдос бауырымыздың подкастын көретін адамдар айтады ғой, көбейе берсін алдағы уақыттарда. Өте керемет адамдармен кездесесің, өте қызықты адамдармен кездесесің. Олардың жаңа айтады ғой, соңғы кезде өзінің журналистика саладағы айтады ғой, дар айтады ғой, сенің сондай өсіп келе жатыр журналистика саласындағы деген. Енді адам қалай дейді, сөйлей шешен боласың, көре көсем боласың дейді. Сол сияқты осы жолда алып, енді бокс саласында көрсеттің еңбегіңді, енді осындай подкаст жасау арқылы, осындай өте қызықты адамдармен кездесу арқылы жастарға қандай да бір тәрбие берсем деген ойыңмен мен толық келісем, оған қолдаймын. Сондықтан тек қана сәттілік болсын, амандық болсын, өмірдің айтады ғой, алтын медалін берсе қолынан, бермесе жолынан ал. Аумин. Айтқаныңыз келсін.